Алғашқы аборт. 1913 жылы Ресейде Пироговск дәрігерлер съезі өтті. Онда алғаш рет аборт мәселесі талқыланды. Бұған дейін әлемнің ешбір елінде, оның ішінде Ресей империясында да абортқа рұқсат жоқ еді. Бұл жиында дәрігерлер аборт жасатқан әйелді заңмен қудаламауды талап етеді. Мұны естіген Ленин ертесіне Правда газетіне мақала жариялады. Буржуазиялық ортада әйелдің құрсақ көтеріп бала тууына барлық жағдай жасалған. Ал жұмысшы таптағы әйелдің жүктілігі үлкен қайғы. Өйткені оның жұмыс істеуі қиындайды. Босанған соң баланы бағып қағып жеткізу оңай емес. Онсыз да күнін әрең көріп жүрген кедейлерге бала бағу ауыр соққы. Пәтері тар, оның үстіне жұмысшы әйелдің әрі-бері көшуіне кедергі келтіреді. Кейде әйелдер зорлықтан жүкті болады. Ондай баланы туғысы келмейді. Іштегі баланың ауру боп туылу қаупі тағы бар. Немесе ол әйелдің басқа біреуге тұрмысқа шыққысы келуі мүмкін. Осындай әлеуметтік мәселелер ескерілмеген. Сондықтан абортқа рұқсат берілу керек. Байлар жүктіліктің алдын алады, жасырын болса да аборт жасатады. Ал кедейлер төсек мәселесінде сауатсыз, жасырын аборт жасатқан жағдайда жауапқа тартылады. Абортқа тыйым демократия принципіне қарсылық, деді. Бұл большевиктердің аборт жайлы алғашқы ресми ұстанымы еді. 1917 жылы билікке келген соң абортқа еркіндік берді. Әрбір совет әйелі эмансипацияға қол жеткізіп, сексуалды еркіндігін өзі қадағалауы керек делінді. 1920 жылы 19 қарашада арнайы заң шығарды. Бұл кезде әлемнің ешбір елінде абортқа рұқсат жоқ. Мысал үшін, Франция сол жылы аборт үшін жазаны күшейтетін заң шығарып жатқан. Енді статистикаға көз жүгіртейік. 1924 жылы абортты тегін жасау жөнінде шешім шығып еді. Мәскеуде 14 мың аборт тіркелді. 1925 жылы 18 мың, 1926 жылы 36 мың, 1927 жылы 46 мыңға жетті. Бұл тек ресми тіркелгені. Тіркелмей жасырын жасалғаны қаншама? 1934 жылы аборттың өскені сонша, бір әйел босанса, 3 әйел аборт жасатып жатты. Яғни өсім 3 есе құлдырады. Осылай жалғаса берсе, СССР демографиялық дағдарысқа ұшырауы мүмкін еді. Еркін секс идеясы мемлекетке бәле болып жабысты. Сондықтан аборттың құнын амалсыз 75 рубльге қайта жеткізді. Ол кезде бір адамның айлығы 80 рубль. Бірақ аборт сонда да тоқтамады. СССР аборттан әлемде алғашқы орынға шықты. 1936 жылдың бірінші жартысында Ленинградта ғана 44 мың әйел аборт жасатқан. Бағасын көтергеннен ештеңе шешілмеді. 1936 жылы 27 маусымда Сталиннің абортқа тыйым салатын арнайы қаулысы шықты. Енді аборт жасатқандарда репрессияға ұшырайтын болды. Сталин дүние салған соң аборт мәселесі қайта көтерілді. 1954 жылы аборт жасатқан әйелді қудалау тоқтады. 1955 жылы жоғары президиумның жарлығымен абортқа қайта рұқсат етілді. Совет дәуірдегі абортты зерттеген жалғыз ғалым бар. Ол Садвақасова Елизавета, Зейнеп Алихановна. Ұлт көсемі Алихан Бөкейханның қызы Смағұл Садуақастың зайыбы. Ол аборт как социально-гигиеническая проблема тақырыбында докторлық диссертация қорғады. Осы кітаптағы абортқа қатысты материалдың көпшілігін сол диссертациялық еңбектен алдық. 1955 жылы абортқа қайта рұқсат берген
кездегі статистиканы Садвақасова былай тарқатады. 1960 жылы неке қиған әйелдердің 74% алғашқы 5 жылда бір реттен аборт жасатқан. 32% 2 рет, 14% 3-4 рет аборт жасап үлгерген. Көбі бірінші баладан кейінгі құрсақты алдырып тастаған. 1964 жылғы есеп бойынша СССР-да бір жылда 5,6 миллион әйел аборт жасатқан. СССР қайтадан аборт бойынша алғашқы орынға шықты. Енді қараңыз, СССР 1955 жылы абортқа рұқсат берді. Бір жылдан соң 1956 жылы Шығыс Еуропа елдері Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, Чехословакия, Югославия елдері рұқсат бере бастады. ақш-тың өзі 1973, Франция 1975 жылы рұқсат етті. Бір ғасырда жасалған аборттың статистикасын шолып отырып, бір мәселеге көз жетті. Ол тарихта абортты алғаш заңдастырған большевиктер. Бұл деректі біреу білсе, біреу білмес. Екіншіден, әлемге осы үлгіні таратуға себеп болған да коммунистер. Өйткені 1955 жылдан бастап абортқа екінші, үшінші болып кезек-кезегімен рұқсат берген елдің бәрі СССР-дің одақтастары. Батыс жұрты 1970 жылдары абортқа әрен рұқсат алса, большевиктер бұны 1920 жылы енгізіп тастады. Постсоветтік елдерде азғындықтың бәрі батыстан, Америкадан келіп жатыр деген стереотип кең тараған. Анығында, постсовет елдеріндегі халықтың рухани азғындауы батыстың ықпалымен емес, большевиктердің билікке келуінен басталды. Кезінде СССР халқы аборттан әлемде алғашқы орында тұрғанын ешкім білген жоқ. Неліктен құпия болғаны айтпаса да түсінікті. Бірақ соның салқыны ТМД елдерінде әлі байқалады. Ресей, Украина, Белоруссия, Әзербайжан елдері алдыңғы ондықта жүр. Қазақстанда да аборттың көрсеткіші жоғары деңгейде. 2016 жылы 79 мың әйел аборт жасатса, 2017 жылы 95 мың аборт болған. Сонда орташа есеппен бір күнде 260 аборт жасалады. Зерттеушілер Қазақстандағы әрбір 3 әйелдің біреуі аборт жасатқан деген тұжырымға келді. Біздегі қауіпті тенденция жас өспірім арасындағы аборттың көбейгені. 2016 жылы 1418 мектеп оқушысы аборт жасатса, 2017 жылы 2218-ге көбейген. Яғни бір күнде буыны қатпаған 6-7 қыз аборт жасатады. Тоқ етерін айтқанда, қазір әлемде аборт жасау қалыпты құбылысқа айналды. Оны заңмен шектеу мүмкін емес. Егер шектесе, адамның таңдау құқығы мен еркіндігіне қол сұғылады, әрі жасырын әрекеттер көбейеді. Жүктіліктен қорғайтын препаратты 1000 жерден көбейткенімен, бұл бізді тығырықтан шығармайды. Қазір әлемде жүктіліктен сақтайтын дәрі-дәрмек, қауіпсіз қатынас құралы көптеп таратылады. Сақтандыру насихаты да күшті. Бірақ әлемдегі жыл сайынғы аборт көрсеткіші 50 миллионнан төмендейтін емес. Бұл мәселеде ортодоксалды медицина мен психология ғылымының үйреншікті әдіс техникасының тиімсіздігіне көз жеткіздік. Сондықтан бір уақыт экзистенциалистердің пікіріне мән берейік. Олар жеңіл жүріс пен некесіз жүктілік аборт мәселесін шешу үшін жастарға құмарлық, махаббат, ғашықтық, жауапкершілік феномендерін кеңінен түсіндіру керек дейді. Секс пен эротиканың махаббаттың бөлек-бөлек феномен екенін тарқатып айту қажет. Осыларды жастардың санасына құйған жағдайда ғана аборттан саналы бас тартуға болады. Кітаптың басында да біз
себепке емес, негізге үңілеміз деп ескерттік. Ендеше біз абортпен күреспейміз. Адамды аборт жасауға алып келетін факторлардың түп негізіне үңілеміз.